Быйыл бизнес өкілдеріне 12% үстемемен несие беріледі. Оның 5%-ын мемлекет өз мойнына алмақ. Демек, кәсіпкерлерге 7%-бен несие алуға мүмкіндік бар. Бұл туралы бүгін Елордада өткен Қазақстандық үлес 2010 көрмесінде айтылды. Премьер-министр Кәрім Мәсімов шағын және орта бизнесті қолдауға 30 миллиард теңге бөлінгенін жеткізді. Сондай-ақ алдағы аптада бизнес 2020 бағдарламасының қабылданатыны жөнінде мәлім етті. Казахстанское содержание Бүгінде ұлттық компаниялары мен еліміздегі ірі кәсіпорындар, мемлекеттік мекемелер отандық өнімдерді сатып алуы керек. Өндірісте, тауар тұтынуда, қызмет көрсету саласында қазақстандық үлесті арттыруға барлығымыз бір адамдай ат салсайық. Билік бизнеске дағдарысқа қарамастан қол ұшын созды. Алдағы уақытта да жәрдемдеседі. Бірақ сіздерден де қайтарым болуы керек. Қазақстандық үлес ұғымының аясына жоғары технологиялық өнімдер шығару, инфрақұрылымдық нысандар салу мен қосымша жұмыс орындарын ашу міндеті кіреді. Бұл елбасының тікелей тапсырмасы, деді Кәрім Мәсімов. Сондай-ақ премьер-министр шараға қатысқан облыс әкімдеріне қазақстандық үлесті арттыру мен қоян-қолтық айналысу қажеттігін қадап тапсырды.